Ассалаумағалейкум достар, бұл жоба шоу, бізде кезекті шығарылым, бізде Ганс, бізде Ермаш, бізде мен, бізде бәріміз тең деп қойса. Тек сені ұйықтап атқан болу көрген ғой сценарий бойынша. Ұйықтап атырмын. Тренд бол. Болды ма, бастадың бар ма? Иә, бастап атыр. Тұра берейін ба? Тұра бер. Сен мынау театр майталманысың, ол да бар ғой енді. Бұл, кстати, элементтері қандай? кездеседі. Біз деген театрдың басты Негізін рөлдерін қалаушы. сомдаған кезінде. Ойнадық. Сен дейсің бе? Кімнің рөлін ойнадың сен? 1700 адам жинағанбыз ғой зал ғой ол кезінде. Мен өз-өзімді ойнадым, алкаштарды. Тойда ішіп бір кісілерді ойнадым, қайнағасын ойнадым, тамаданың рөлін ойнадым. Тағы не істедім? Бірнеше қойылым болды ма сонда? Бір наркоманның рөлін ойнағаным бар, бір спектакльда. Неге ылғи сондай рөлдер берген саған режиссер? Оңай болсын деген шығар енді. Дейма? Білмеймін әйтеуір солай түсіп қалды. Персонаждарды сезіне алады да, тезше. Жүсіп ағамыз анау алқаштың рөлін күшті ойнады ғой? 100 досың болғанша 100 грамм арағың болсын деген өте рас сөз ғой қазір. Значит, дейма? Нет, көкем ұрттап тұрады десеш. Өткен жолы біз қайда Черногорияға барып келдік қой. Енді қай жаққа бұл жолы ұшақ бағытталды? Осыма футбол deyіп жүріп бар ғой. Хоккейді ұмытып кеттік деймін. Хоккейге барған ғой мен негіз. Сол историяң қызық негіз. 2014 жыл. Әлем чемпионаты ма? Аха, хоккейден әлем чемпионаты. Сол, былай болды, короче. 7 мамыр күні басталды ол. 7 мамыр күні мен осы жерден шықтым. 3 сағат қой, кәдімгі Атырауға барып келген сияқты барып келетін қой Минскіге өзі. Қазақстанның бүкіл шетелге шығатын самолеттердің бәрі через Минск ұшатымыз өзі, мен саған айтайын бар ғой, через Европаға ше. Өйткені скат ұшатын ғой күніге Минскіге. Сөйтіп Қазақстанның әуе кемесі ұшады, көбісі ұшады одан бөлекте. Минсктен түсіп қалады да ары қарай бармайды. Олар обратно қайтып кетеді. Біз сол жерден жаңағы Беларусияның, Украинаның самолеттерінен өп, мынеға, шетелге, Чехияға деген. Арзан еді ғой ол? Арзан, страшно. 35 мың ба, 40 мың теңге тұратын сөз, Минскке ұшу. 45 мың теңге. Көріш? Минскке жетіп алсың, ары қарай дальше арзан бола береді. Деген сияқты. Содан, короче, маған айтады, 7-сі күн сол хоккейге барасың деді. Мен негіз баратын планым жоқ еді. Өйткені мен одан кейін шілденің басында Бразилияға кетуім керек еді ғой. Сол жылы ма? Футболдан әлем чемпионатына баруым керек еді ғой. Мен сол кезде мынау Шоқан Уалиханов және Ибрахим Құнанбаев көшелерінің қиылысында тұрамын. ЖК Тараз деген жерде. Тараз ғой оның да аты. Ибрахим Құнанбаев. Ибрахим Құнанбаев сол кісілердің көшелерінің қиылысқан жері. Сол жерде тұрамын. Сол жерден мен пәтерден кеткем. Рустам қайтып кеткен ғой. Өздерің нете беріңдер енді. Күндеріңді көріп. Мен кеттім чемпионат мераға. 25 күн ба, 23 күн болады. Одан мен кемей, дальше Бразилияға кетем Алматы арқылы. Содан мен августте бірақ келдім ғана үйге ше. Съемный пәтер ғой енді. Квартираға төлемейсің. Төлемейсің. 15 ағым деген ол кезде 20 мың теңге. Ойлашы, сонда үйден 7 мамыр күні кеткем, тамыздың бір 7-8 бірақ келдім, 3 айдан кейін. Қазақстанды көрмеген. Сразу кеттің бе? Үй көрмеген. Алматы арқылы кеткен. Алматыға келдім де, сол күні 3-4 сағат жүрдім де, қайтадан сол самолетпен Амстердамға ұшып кеттім ғой. Енді кәдімгі Қазақстанға келмей кететін кездер ғой, енді айлап. Сен Беларусияға анау жеңіс күні бар ғой, 9 мамыр. Соның қарсаңында барып тұрсың. Мені 7 мамыр күні бардым, қондық. Ол кезде былай болды. Мен саған қызықты айтайын. Мен бұрын Шахтермен матчқа бардым, оны айтып қойдым ғой, жол. Сол кезде Павел Капутский деген сол жақтың БелТВ-дің журналисі бар, мен сияқты спорт журналисі кәдімгі ұлттық арнасының. Паша. Паша. Соны айттым, Паша, жағдай қиын дедім. Мынау атаң рет гостиница жоқ қой, гостиница бітіп қалған. Ол барған сайынша юбилейный деген гостиница бар, Совет үкіметінен қақып кеткен, біздің гостиница Қазақстан ғой, былай айтқан. Соған жатып жүргем, сөйтсем ана букингке кірем, сайтқа кірем, жоқ. Орындар жоқ, 0. Өйткені 16 мемлекеттің командасы келіп алған. Канада, Ресей, алкаштар кәдімгі шіріп жатыр.
Финляндия. Финляндия, Латвия деген кәдімгі велосипедпен келіп барған ана жерге. Польша, жаңағы хоккей ойнайтындар бәрге барған ғой. Шведтер, көше деген арақ сасып жатыр, мен саған айтайын. Барсам ше, шарап ішіп жатыр. Күн деген ыстық қой ол кезде, майдың 7-сі деген ол кезде. Ты чё, Белоруссияда? Парк бар сол жерде. Нежелазницы. Проспект Переможцев пен проспект Нежелазницыдан қиылысында, юбилейный артында Немига деген өзен бар. Сол Немиганың жанында парк бар. Сол парктың жанында шіріп ішіп болып жатыр ғой. Ой, екен, ана орыстар енді, латыштар жаңағы. Құдық па? Жоқ, әлемдегі ең көп ішетін ел хоккейді көреді де, сол жерге барып шетте жата береді ғой, короче. Қуына сылама деді ма жерде. Қалай не дейсің? Қалада гостиница. Әлемдегі ең ішкіш ел бар ғой, көп арақ ішетін. Орыстарда емес екен ғой, онда озып кеткендер бар екен. Кім? Швеция ма, сол жақтар. Масқара айттым, Финляндия, Швеция дегендерің жаман кәдімгі әкетіп қалды. Бірақ енді кішкенде орыстардың лаққанына жете алмайды енді. Ол жағынан бірінші орын енді. Ақымақ болып қалады ғой. Сөйтіп лағатын ағылшындар да бар екен ғой, ше болып. Тура кәдімгі тагил болып кетеді. Кеңкелес болып қалатындар бар. Содан былай болады, мен айтам, мына бір пәтер жалдап бермесең болмады ма? Гостиница жоқ. Гостиница жоқ, не істеймін. Ұлттық арна түсінеді, күніне $100, суточныйым $80, $4000 ақша алып алғам, кәдімгі қыруар. Қасында екі әріптесім бар, операторым бар, и жаңа орысша жазатын. Операторың кім екен болжап көрейін? Саясат. Жоқ. Саясат ол шахтермен барған кезде барған, Белоруссияға. Армани. Жоқ, Нұрбол Жамшетов деген ағамыз болған. Сосын Лариса Гречихина деген қазір Көкшетауда істейді, орыс тілді журналист болған Қазспортта 1-2 жыл істеді. Сол болды, сол айтып отыр, енді олар менің аузыма қарап отыр, енді пәтер қайда, не қайда деп. Мен бәрін ұйымдастырып қойғам, қоя берді ақ қоямын. Сосын Павел Капутский маған айтады, менің кумымның пәтері бар, соны берем, $500 бересің оған, 25 күн жатасың деді. Кум деген кім ол? Ағайыны ғой енді. Короче, дядясы сияқты ғой. Сол счет фактура жасап береді, бәрін жасап береді, $500 жатасың деді. Ой, тамаша, мен жоқ ақша түсіп атқан жоқ қана жерде. Мида калькулятор тұр ғой. Ашылу тұр ғой кәдімгі. Жоқ, сен қазір қылмыстық істі қозғап жатсың ғой. Да? 10 жыл бұрынғы уже болды ғой. Бүкіл журналист сөйтіп істейді, мен саған айтайын. Қазақ телевидениесі бәрі сонымен отыр ғой. Сонымен күн көріп отыр дейсіз? Мен күн көріп отқан жоқ па? Премия ғой. 160 мың теңге, 180 мың теңге жалақы алады. Ешкім жұмыс істемейді ғой қазір заманда. Сондай ғой, короче. Жоқ, мен мақұл маған өздері алып берсе, жататын болса, жоқ қой жататын жер. Мен қайта өзім таныстарым қосып әрекет қылып жатырмын. Мен наоборот ұлттық арнаға жұмыс істеп жатырмын сол жерде, ше. Мен қасымда адамдар бар ғой. Соларды жатқызып жатырмын. Оларға риза болып жүр. Ё-мо, мынау гостиницадан мықты ғой дейді мына. Юбилейный гостиницадан мықты мынау, мен саған айтайын. Үшеуің жатсыңдар ғой бір гостиница. Куйбышева 91 деген адресте жатсың ғой кәдімгі. Рынок Комаровскийдің арты ғой тура. Осы информация саған не керек ғой? Куйбышева 91 лақтырып тауып болмай ма? Мен ана өткенде блокнот тауып алған жоқ па, соны қайтадан оқыдық па. Соның ішінде жазылып тұр екен осының бәрі. Рынок Комаровский. Бұл жерде былай ғой. Кавказская пленница деген не бар, жаңағы грузиндер сол жерде шашлык пісіреді. Ей, Давид деген братжандар ғой олар қазіргі. Мені көрсе жылайын деп тұр қазір. Сөйтіп, в общем, барамыз. Пәтерді жалдаймыз, кіреміз, жатамыз. Сүлейман Великолепный деген сериал болып жатыр ол кезде. Соны қосып қойып жаңа Нұрбол Жамшетов көреді. Мен де көріп қоямын арасында. Сол кезде хит болып жатқан кез еді ғой. Хабардан ба? Wi-Fi-дан көріп отырып қой интернеттен. И аналар Белоруссияның телевидениесі де біреу көрсетіп жатыр ма, бір. Мен ана Шерлок Холмс туралы сериалдарым бар. Соны көріп жатырмын. 3 күн сайын ғой бір матч. Соны жайлап, мен көшеге шығайын дедім. Мен бір барып келетін жерлерім бар. Мен анау Павел Капутский әріптесім ғой енді. БелТВ-да жұмыс істейді. БелТВ-ға мен кәдімгі тілшімін сол жерде. Кіріп шығып жүрген адам ғой. Оның алдында шахтермен келдім ғой, бір күн жұмыс істеп кеткен ғой. Азынан кешке шейін. Соған бардым, Павел, анау дедім. Олар өзінің тілінде сөйлей ма, белорус тілінде сөйлей ма? Орыс тілінде сөйлейді, енді шлый бір өтірік. Жоқ, телеканал жаңағы. Белорус тілінде сөйлейді. Кәдімгі көшелеріне улицаны в улице деп жазып қояды. Независимости Нежелазницы деген сияқты ғой, жаңағы Переможцев деген, победителей деген сөз мысалы да. Остановка мен автобуспен жүремін ғой, тегін жүремін ғой. Метрода жүремін, тегін жүремін. Менде аккредитация бар ғой, чемпионат мирінің журналистімін деген, IHF-тің. Содан тұрамын да, наступный припынок рынок Комаровский.
осторожно, двери зачиняются деген жерден кәдімгі түспеймін ба мен? Ей, белорус тілінде сөйлейміз ғой бір кісі дейді. Қоя бір. Сөйтіп жаңағы такси ұстаймын. Сол Борисовтың ортасында ары бері қатынап жүрмін ғой енді. Ортада чугуначный вокзал бар. Борисовта да болып отыр ғой матчтар. Жоқ, Минскіде просто Борисовте не болып отыр? Футбол болып отыр ғой. Бақтай ойнайды ғой чемпионаттың соңғы матчтары. Мен енді ол Борисовке де барып келіп жүрген адаммын ғой, оның алдында барып келгенмін ғой. 60 километр жер, поездбен барып келуге болады бір 40 минутта. Чугуначный бар ғой, чугуначный вокзал. Темір жол деген сөз ғой енді. Ана сияқты өмір сүріп келген сияқты бар ғой. Иә, білем ғой. Сөйтіп сондай, содан бір жерден шықтым айтыр, есімде жоқ, такси ұстаймын. Сөйтіп келе жатырмын. 8 ма, 9 май ма, сондай болып қалған кез. Сол күні маған жаңағы таксист айтады. Бауырым, сен қайықтан келдің, ана мынау деп бөліншіп отырды. Қазақстаннан келдім деп отырмын. 9 май күні. 9 май күні. Бүгін енді жаңағы пәтеріңнен шықпай тыныш жат, көшеде алкаш адамдар көп бізде. Бүгін 9 май деген мереке бар. Соғыс болған кезінде соны тойлаймыз біз. Сондықтан байқа бүгін түнде көшеге шықпай ақ қой, не советую деп қойды мағаш. Ой, 9 май тойлап, біз де тойлаймыз айналайын деймін. Жындысың ба сен, не айтып отырсың? 9 майынан қорқып отқан жоқпын мен. Почему ты қалай сонда? Вы тоже жаңағы тойлайсыңдар ма дейді. Сен қызықсың ба? 90 жаңағы мен өзім 88 жылғы адаммын. Кеңес өкіметінде туылған болсам, сен де Кеңес өкіметінде туылған болсаң, екеуміз отандас болсақ, менің атам да соғысқа барған, сенің де атаң да соғысқа барған. 45 жыл осының бәрін қорған жоқпыз ба? Жынсың ба сен не айтып отырсың? Қазақстан соғысқа қатыспаған деп ойлап отырсың ба сонысы? Серьезно айтып тұрсың ба дейді маған. Жолда келатып просто да. Бір қақ маңдайынан қазір бір берем дедім. Жындысың ба сен? Мынау неміске қарсы соғысты қазақтар емес барып шыққан, жындысың ба сен? Волоколамский сейчас сен Бауыржан Момышұлы деген адамды танисың ба сен вообще? Білмей тұр ғой енді. Мен ойладым дейді, Ресей мен Белоруссия ғана соғысқан шығар деп. Ойбай, ақымақ екенсің сен деді. Күйдірді. Сол менен бір жас па, кіші ма, сондай жігіт енді таксовать етіп тұр ғой енді. Сол мен ұрыстым мен аған, сен жындысың ба? Мынау менің атым Ермұхамед. Менің атамның аты Мәулен. Фамилия Мәуленов. Көріп отырсың. Сол Мәулен мынау Брестті қорғаған деген медалі бар үйде. Брестті азат еткен үшін деген, Праганы азат еткен үшін, Кёнигсбергті азат еткен үшін, Калининград, Берлинді азат еткен үшін 4 медаль бар. Берлинге шейін барып, соғыстың бәрін жинап, жабыстырып, ана жерін сыпырып, кілтін құлтап келген адам десем. Да ну дейді, ой, ё-моё. Менің атам сондай болған, мен сол ғана деп ойладым дейді. Сол менің атам бір рет айтқан, Қазақстаннан бір рота келген, бізді құтқарған Минскіні, Брестті, осының бәрін құтқарған бір қазақтар болған, жауынгер халық анау деп айтқан. Действительно, сен сондайсың ба не дейді. Әңгімен бері қарай қара бастады ғой сен қалбаста дедім. Соның ұрпағы емеспін бұл осы жерде отырған дедім. Ана Курган төбе бар ғой, төбеде кіріп келатқан. Сол жерде менің атамның фамилиясы болуы да мүмкін, қазір мен саған айтайын дедім. Ё-моё, Курган төбеге барғансың ба дейді. Дедім. Бір кезде айтты анау. Сен ана қайқа барасың? Куйбышева 91-ге баратын ғой, енді Комаровскийдің артында тұрам қойсам. Білем, брат, мен саған айтайын деді. Бүгін 9 май ғой. Мен қазір Лидское деген пиво бар, бүкіл Беларусьте кәдімгі жынды болып ішетін. Лидо деген кафе бар сол жерде. Немиганың бойында, өзеннің бойында. Мына жағы Минск, город герой деген жазуы бар. Лидо деген әнші бар еді. Қой. Сонымен кафеге барады, ресторанға кіреміз. Анау айтады, мен тоқтаймыз, машинаны қоямыз осы жерге. Ары қарай мен сен басқа біреуге салып жіберем машинаны. Екеуміз қазір не ішесің деді. Лидское пиво ішем деді. Давай соны оригиналын ішейік. Мен әперем, тамақ ішесің, мен төлеймін, осындай фотоға түсеміз, мен туысқандарым чатына жіберем. Белоруссия туралы, сен соғыс туралы. Конечно, дедім, екеуміз сондай адамдардың ұрпағымыз, мен Белоруссияға кеп тұрмын, сен мен күтім көріп, давай деп, мен жіберіп қоямын ғой деп. Сөйтіп екі машинаны жайында қалды, тастадық ананы. Сөйтіп жаяу такси жоқ дейсің ғой. Өзен жаясында Лидо деген кафеге кірдік. Ойбай кірдік. Ол жерге мен осы 1-2 жыл бұрын келіп тамақ ішіп жүргенмін, негізі нормальный жер ол былай. Соны мен айттым, мен белорусский драники жеймін дедім. Қымбат тамақтарды заказ беріп, анау төлейді ғой.
Қалтада енді 40-30 миллион рубль бар енді. Миллион? Миллион, олар белорусских рублей ғой ол кезде. Олардікі О нашар жақта кетіп қалған ба? Ей, 22 мың рубльге сағыз сатып шайнайсың ғой жерде кәдімгі. Ақша деген құны 4-0 айналып кеткен ғой. 30-40 миллиондай бар енді. Уже кәдімгі таксилермен сөйлесіп жүрген. 100 мың теңгеге сөйлесіп жүрген ғой уже. Содан анау айтты, давай деді, сен бәрін біліп тұргенсің. Мен белорусский драник ішем, мен еще құмырадағысын ішем дедім. Сорпасымен бірге кәдімгі бейт тұрып кәдімгі ішін қазып жеп көз кішкентай құмыра ішінде деген 1-2 килограмм тамақ бар анаң бар ғой. Жей бересің тойымды. Ана кәдімгі нан турап алып келді. Бір кезде картошка алдырды анау. Картошканың кәдімгі ана бар ғой анау. Шоққа тастайтын картошка бар ғой. Соны ресторанда әкеліп береді кәдімгі. Шоғымен бірге. Соны бүйтіп ашып мына жерін күйе-күйе болып жеп отырасың кәдімгі кішкентай бала сияқты. Ана лицкой фивон сылқ ой құлмақ. Сыраны кәдімгі сылқылдатып жіберген жоқпын ба? 9 май құтты болсын, азат еттік. Хоккей не отыр сонда? Әлі болватыр ол, отылып жатыр ол. Мен саған айтпашы, хоккейге келген бұл. Ой, оның концертін қазір айтам. Ол деген масқара болып отыр о жақта. Жаңа оператормен жаңа қыздар жүр ғой, жұмыс істеп жатыр ғой. Мен мына жақта бәрін организация адам ғой. Содан, короче, отылып қапты енді ол арасында көріп тұрып. Содан жаңа екеуміз сыраны жіберіп, бір кез айтты, рахмет, сен сияқты осында қазақ деген ұлттың ұрпағы, осы бізді кезінде қорғаған екенсіңдер. 9 мамыр деген сендер де тойлайды екенсіңдер. Бұл бәріміз үшін ортақ мереке. Ой, осында да будем бірдеңе, брат, бірдеңе, шірдеңе деп сұрамыз. Мен айтып, Куйбышева 91 дедім. Соны бір жігіт. Жоқ. Ана базардың артында айтты. Комаровский рынктың артында. Сояқта апарып. Район жатта ба мен. Қуыс-қуыстар бар, соның ортасымен кіріп кетемін үйші. Жолды жақындатып қоясың. Ана бір Алматы сияқты болып кеткен ғой белорусия кәдімгі. 90 ба, 90-шы автобус жүреді жасыл. Сонымен кіріп келемді, пересадкамен келіп жүрген басында. Юбилейдің жанынан түсіп қап, перемашсау жаңағы көшеде. Минск арена ғой. Сөйқы барып жүрген кезде. Новыйдан салынған, Минск арена, между прочим. Сөйт, бар жүрін. Ертесіне пресс-конференция болды. Матч болды. Бір Германияға ұтылдық, Финляндияға ұтылдық. Ол кезде бас бапкер Ари-Пекка Селин деген. Қай жақтікі ол? Финляндиянка, сборная Қазақстан тренері. Барыстың тренері негізі ол. Соған еще и... Бізде сондай не бар еді ғой. Ойната берші деген ғой. Ол кезде Брэндон Бачинский бас бапкер, Капитан. Делман, Ландин, сосын Антропов келді сол кезде. Мен Антроповты көрдім. Дәу. НХЛ дейтін. Ол сборныйға келеді ғой. Командасы ұтылып қалған, неде жаңағы Плей-оффқа шыға алмайған. Сөйтіп сорлап ол кеп алған. Антропов бар, вратарь Еремеев қойды, по-моему. Біздің составта айтып отырсың ба? Иә, біздің хоккейстер ғой. Қойшы, НХЛ-да ойнаған бар ма, не біздің хоккейст? Антропов қой. Мәссаған. Сан-Хосе Шаркс қой кәдімгі. Сөйтіп, короче, ұтылады. Оператор маған қарап тұрады, қашан жазамыз, болды ма дейді. Болды деймін, бір сөйлегеннен кейін тоқтата берсем. Ол кісі келетті, жаңа пресс-конференция біткен кезде. Congratulations Finland National Team, жаңағы аналарды құттықтаймыз, бізге өкінішке орай деген сөзді айтады. О, жарайды деп, кесіп аударып, ұлттық арнаға FTP-мен жіберемін, пәтерге жатып алып кәдімгі. Сөйтіп тағы да ертесін тағы бір өден ұтылады. Сөйтеді, Congratulations Deutschland National Team, Қазақстан is lose, Нам не повезло. Нам не повезло. Сонымен бір күні, үшінші күн пресс-конференция болып жатыр. Тағы ұтылғанбыз, сөйтіп оператор айтты, жазбай қойшы мынаны. Жындыма жазсайшы десем. Тура сол күндегі әңгімен бір қайталай береді, кешегісін қойып бере саған. Ақыры аударып тастайсың, үстінен дейді. Сөйтсе, действительно күніге қайталап өтті. 7 ойын болды, 7-еуінде ұтылды ғой. Ой, сабазың күшті. 7-еуінде жақ қайталайды. Congratulations Latvian National Team деп бастайды. Көке, басқа бір сөздер айтсайын, ұлттық арнадан ұят болды ғой деймін ғой. Біз как будто соны жазбай жүрген соң. Барамыз, бірақ тура сол әңгіме етеді. Жазбайды ана оператор. Қойшы, мынаның видеосы бар менде деймін. Сол бір кейімде. Соны мен еще аударып тастағам ғой қазақшаға. Өкінішке орай бүгін сәттілік жетіспеді, анау мынау деген. Онда мен де аудармайын деп. Сол жігіт пайдаланып жібере берші ұлттық арнаға деп. Шығып жатыр ма? Ол шығып жатқан жоқ қой, әйтеуір жұмыс істеп жатыр.
ана прямой эфирге шығам ғой, якобы прямой эфир. Ана жазып алады. Минскіде хоккей тоя, бүкіл Европа осында деп жіберіп оны кесіп құратаң әледі, құдай өзі кешсін. Трансляцияның алдына қояды ғой соны. Александр Олейник және Жігер Әзбергендіге сөз кезегін берем. Жігер? Деп қоясың ғой. 5 секунд қатып тұрам дейші. 2 күн жасағансың оны, 2 күн бір. Ары қарай Сұлтан Сүлейманды көрем, жата бересің. Соң өтірік ойбай. Сонда мен енді ішім пісіп кетті, расын айтқанда. Ада Кавказский пленницада Давидтерге барып қайтам. Давид, Камарджоба, тақпам. Браты, шашлык будешь, тақпа. Неменеге кеп тұрған? Давай жаса деймін. Тиын тебен анау бар ғой, 40 000 теңге ғой, короче. 40 000 теңге емес. Рубль, белорусский рубль. Шашасың, миллиондап жүрсің ғой, короче. Соны айттым, бір күні жаңа оператор бар, Ларисаны жайлап көндірдім мен. Мынау кафенің тамағы бар, ананың тамағы жалықтым мен. Үйдің тамағын ешкімге отыр. Езірдім ғой. Кескен ас істеп беріп. Сорпа пісір сенді. Бірдеңе пісір, тамақ пісір, вермишель пісір. Үйдің тамағын жейді. Ана жаңа Рынок Комаровский деп неменеге айтып отырмын. Рынок Комаровскийдің жартысы танимын уже. Продукт алып келдім барып. Ана екеуін ертіп алдым да, жүріңдер деп, ақшасын өзім төлеп алдым. Ақшаң бәрі менде бар. Сөйтіп төлеп, үйге кеп, кәдімгі продуктымен ана Лариса тамақ пісірді. Оны отырып, семья болып жеп алдық. Атсаяқты бүгін сен жуасың да қойдың. Ой, десін да қой, ой, кәдімгі. Күл қайт кәдімгі. Үйге дұшқа түсесің, ваннаға түсіп аласың, халат киіп аласың. Ой, кәдімгі өмір сүрдік қой, 25 күн жаттым. Сен басшысың кәдімгі. Басшыға қарсы шығуға болмайды. Махамбет басшы, мен басшы дегенде, мен қосшы дегенде, басшыға қарсы шығуға болмайды. Сөйт. Билеп төстеген кезім болды енді. Сөйтіп содан қайттық, содан қайтып келген күні Алматыға ұшып кеттім да, мен Алматыға келдім да. Сол күні Бразилияға кетіп қалдым. Бір сутка шыққан шығарсың оған. Міне тағы да бір нең бітті. Бразилияға көп сапарың, бір сапарың. Сафари. Сафар. Бірақ енді бұндай қызықты оқиғаларды қалай шығып жатқанын білесің ба? Қалай шығып жатыр ол? Біздің фондағы достарымыздың арқасында. Көші? Және олардың сілтемесі. Қай жақта оның сілтемесі? Астымызда. Көш? Астымызда. Асты паркинг емес пе оны? Жоқ, осы видеоның астында. Видеоның астында сілтеме бар. Соны бассаң, сон бетке кіріп кетесің. Оны бассаң жоқ, бір-екі повороттар бар ішінде. Жарайды. Сілтеме ғой, жалпы. Айту парыз. Айту парыз. Жарайды. Рахмет. Тамаша. Мен енді жаңағы келесі выпускта Нидерландыға барған кезде масқара оқиға болды. Сұрапыл кәдімгі. Соны айтасың. Қанды оқиға болған кәдімгі. Ох! Соны айтамын. Қан кәдімгі. Кәдімгі. Мынау Болдың да. жақсы отырдың сен бүгін. Тырыстым. Thank you.